Заңғар шипажайы. Шипажайдың тазалығына бірінші орында қараңыз. Настольный теннис, спальня дейді ғой, яғни жататын мүмкіндік шектеу жандарды біз күтеміз және де абсолютті тегін қызмет көрсетуге дайынбыз. Достар, баршаңызға сәлем. Бүгінгі біздің видеода біздің жобаларымыздың бірі Сарыағаш қаласында орналасқан Заңғар шипажайы. Яғни бұл Заңғар шипажайын біз ашқанымызға 1,5 жылдай уақыт болып қалды. Өздеріңіз білетіндей, Сарыағаш қаласында өте көп курорттар бар. Қазіргі таңда 50-ге жуық, яғни шипажай бар. Біздің шипажай өте жаңа және өте сапалы деп айтсақ та болады. Біздің керемет сүйікті біздің жобаларымыздың бірі. Өйткені бұл жобада, яғни адамға денсаулығына пайдалы келетін продуктілер көп та. Жалпы жобаның өзі адамның өміріне, денсаулығына пайдалы. Және де мен ойлаймын, бұл Сарыағаш қаласы, қазір өздеріңіз байқағандай, Түркістан қаласы өте қатты дамып жатыр, өте қатты дамып жатыр. Және де туризм, жаңа мысалы соңғы нелерін көрсеңіздер, өте керемет. Яғни Түркістан қаласын дамытып жатқан жандарға Алла разы болсын. Алла тағала берекесін берсін ол кісілерге. Не үшін бұны Түркістанда айтып жатырмын? Сарыағаш қаласында туризм дамыту керек. Яғни Сарыағаш қаласында туризм дамыса, ол біздің шетелден, яғни Қырғызстан, Өзбекстан, Швейцария, басқа жердің барлығынан біздің Қазақстан елімізге келеді. Елімізде туризм дамыса, ол ең бірінші кәсіпкерлерге плюс, екінші үкімет тарапына плюс. Неге? Өйткені мен өзім Дубайда болған кезде налог төледім. Яғни такс деген налог төледім. Және де ол жұмысшыларға да плюс. Неге? Өйткені қазір санаторияның бағасы бізде средний чек дейді ғой, средний орталама бағасы бізде 12.000 теңге. Яғни қымбаты да бар, арзаны да бар, орта бағасы 12.000 теңге. Егер туризм дамыған жағдайда біз мысалы $50, $60 бұны сататын еді. $50, $60 өздеріңіз білесіздер, ол 20.000 теңгеден қымбат. Сол себепті туризмді Сарыағаш қаласында дамыту керек деп ойлаймын. Өйткені Сарыағаш қаласының суының өзі бренд. Басқа мысалы Карловары болсын, біздің Сарыағаш қаласындағы суына жетпейді. Шын керек. Өйткені Карловарада тура Сарыағаш сияқты, бірақ ол жақта туризм дамыған. Ол жақта евромен қабылдайды, ал бізде теңгемен. Сол себепті Сарыағаш қаласында туризм дамыса, шипажайлар өте қатты дамиды. Және де кім кәсіпкерлер егер шипажай ашам деген ойларыңыз болатын болса, Сарыағаш қаласында ашсаңыздар болады. Ал кеттік. Жалпы достар, Заңғар шипажайына бағана айтқандай 1,5 жылдай уақыт болды. Өйткені біз бұл Заңғар шипажайын 12 қараша күні ашқан болатынбыз. Қазіргі таңда Сарыағаш қаласында шипажайлар 50-ге жуық, немесе 50-ден астам. Қазақстанның барлық қаласынан келеді, жаман шулап жатыр. Кішкентайлар өте көп. Және де мына жерде бізде жалпы 3 қабат болып келеді. 3 қабат біздің Заңғар шипажай. Астында бізде демалатын, емделетін өзінің арнайы бөлмелер бар. Бірінші этажда асхана орналасқан. Мына жерде біздің бөлмелер, кез келген бөлмені көрсеңіздер болады. Мысалы, мына бөлмені ашайық. Жалпы бізде 100 орынға арналған біздің шипажай. Мына жақта біздің сағатын ұмытып кеттім. Бағана кіргем, намаз оқыған кезде сағатын ұмытып кеттім. Хорошо, что осындағы кірдік, бөлмеге. Так, қараңыздар, мына жерде біздің бөлме. Бұл біздің бөлмеміз стандарт, яғни 3 адамға арналған. Арнайы теледидар, бөлме, кең, намаз оқуға болады. Мына жақта халат, сүлгі барлығы бар, толықтай. Мына жақ, яғни әжетханасы, туалеті. Жалпы Заңғар шипажайында мынандай керемет суреттер бар. Қараңыздар, өйткені мына атам қазақтағы ата-бабаларымыз, мына жақта баласы, атасы, мына бағанадай нені көже пісіріп жатыр, яғни наурыз көже пісіріп жатыр. Жалпы достар, егер де сіздер мысалы шипажай таңдайтын болсаңыздар, сіз шипажайдың тазалығына бірінші орында қараңыз, екінші орында дәрігерлеріне қараңыз, үшінші орында бұның жаңалығына қарау керек. Өйткені біздің Заңғар шипажайы бұл біздің мақтан тұтатын жоба деп не үшін айтып отырмын? Бұл жерде бізде команда өте керемет, және де бұл жердің тамақтары, яғни диетический. Бізде Қазақстанның әрбір қаласынан келеді, барлық тамақтар бар, диетический нормаға береміз, толықтай. Кез келген тамақ бізде беріле бермейді, яғни арнайы нормативке байланысты беріледі.
Жалпы мына асхана бізде мен бағана айттым, бұл заңғар шипажайы 3 қабаттан және де бірінші подвалы бар. То есть төменгі подвалы бар, және де 3 қабатта орналасқан заңғар шипажайы 100 орынға арналған. Және де егер де сіз мысалы шипажай таңдап, қай шипажайға баратыныңызды білмей жатсаңыздар, ең бірінші сіздер дәрігерлеріне қараңыздар. Дәрігерлер сіздер сапалы болу керек. Бірінші, екінші тамақтары өте керемет, өте дәмді болу керек, және де диетический болу керек. Екінші орында. Үшінші орында бұл жерде тазалық, яғни шипажай өте таза болу керек. Төртінші орында, және де бұл ең маңызды төртінші орындардың бірі болып келеді. Бұл жаңа шипажай. Неге жаңа шипажай өте маңызды? Өйткені сіздер ескі шипажайға таңдайтын болсаңыздар, ол судың иісі бар. Яғни Сарыағаш қаласындағы судың иісі бар. Ал бұл шипажайда ешқандай иіс жоқ, және де бұл жаңа шипажайлардың бірі болып келеді. Сол себепті шипажай таңдаудан қателеспеңіздер. Бұл біздің керемет жобаларымыздың бірі. Және мына жерден тамақтардың өзі бізде диетический, яғни диеталық нормаға байланысты тамақ беріледі. Неге? Өйткені адам ем алған кезде дұрыс тамақтануды өте маңызды. Сол себепті біз әрбір тұтынушыны маңызды қылып қараймыз. Тамақтарды дұрыс беруді ойлаймыз. Так, кеттік, біз подвалға барайық. Подвалда бізде бағана ем алатын процедурный кабинеттер бар. Сол жақта көрсетейін. Достар, біз подвалға келдік. Яғни қараңыздар, мына жерде бізде кедровая бочка деген нәрсе бар. Бұл өте пайдалы. Яғни мен маман емеспін, мен кәсіпкермін. Арнайы өзім мамандар айтсын, немен қолданатын. Қазір сіздерге біздің бұл түсінетін маман айтатын болады. Не үшін керек екен? Достар, бағана сіздерге уәде берген болатын, яғни кедровая бочканы не үшін, қалай пайдаланады және қай жерге пайдалы болатынын біліп беремін деп біздің заңғар шипажайының маманы өзі жауап береді. Қайырлы күн. Кедровая бочка қан айналымына жақсы береді, әсер етеді. Қан айналымы жақсы айналуына көмектеседі. Дене бұлшық еттерін жұмсартып, адамның андай грипп, простата соларға жақсы көмектеседі. Иммунитет көтереді. Аппетит, тамақ жағына аппетит ашады. Жалпы қанша теңге тұрады кедровая бочка? Кедровая бочка 2,5 мың теңге тұрады. 2,5 теңге тұрады. Қараңыздар, лечениенің барлығы, яғни емнің түрлері өте арзанда, шипажайларда, Сарыағаш қаласында 2,5 теңге тұрады дейді. Массаждар мысалы 3 мың, 3,5 теңге тұрады. Сол себепті міндетті түрде Сарыағаш қаласына келіп демалыңыздар, және де дұрыс шипажай таңдап үйреніңіздер. Бұдан бөлек қараңыздар, заңғар шипажайының ерекшелігі бұл жерде сіз егер емделетін болсаңыз, 4 мезгіл тамақ кіреді. Бірінші, екінші, сізге 20-дан астам емнің түрлері абсолютті тегін беріледі. Так, мына жақта баға кет қапты біздің маманымыз келетін жер қазір. Так, біздің саламатсыздар. Так, біздің тұтынушылар мына қарап жүре берейік. Бізде мынау бұл подвалда барлық бағанадай ем бөлмелері орналасқан. Солевая комната бар екен. Солевая комната бар. Ой, облом. Так, қараңыздар. Солевая комната. Жақта бізде кеттік. Арнайы жаңадан жасалған бізде. Қараңыздар. Е-мае, супер оп. Керемет ощущение. Яғни адамның терісіне өте пайдалы. Егер де асқазаныңызға немесе бауыр бүйректеріңізге ем алам және де демалып кетем десеңіздер, міндетті түрде Сарыағаш қаласына шипажайларға келіңіздер. Оның ішіндегі заңғар шипажайына келсеңіздер, өкінбейсіздер. Настольный теннис бізде, тренажерный зал барлығы бар. Керемет. Так. Парафин бар бізде, парафин бар. Жақта парафин. Так, парафин. Обычный парафин, там грязный лечение бар, қараңыздар. Егер бағалары керек болатын болса, сапог 1000 теңге, сапоги, то есть сапог деді ма, рукава 1000 теңге, общий 3000 теңге, костюм 1500 теңге. Және де Сарыағаш қаласында шипажайларда, жалпы заңғар болсын, басқа да шипажай болсын, бағалар негізі қымбат емес. Бір. Екінші, ем алатын бағалары мүлдем арзан. Мысалы, массаждар 3000 теңге, 4000 теңге. Ал заңғар шипажайында бағалар өте арзан және де тиімді болып келеді. Массаждардың бағалары мысалы 3000 теңге, 3500 теңге. Мен ойлаймын, мұндай массаж точно білемін, Шымкент қаласында ондай массаж жоқ.
бірақ заңғар шипажайында мен массаж алған кезде действительно қуанғам. 3,5 теңгеге 1 сағат супер массаж. Так, біз екінші қабаттамыз қазір. Екінші қабатта жалпы люкс номерлер, полу люкс номерлер орналасқан. Қазір оны видеода көрсеңіздер болады, біздің видеода толықтай. Саламатсыздар, оразаларыңызбен. Жалпы мен айттым, екінші, үшінші этажда бізде номерлер орналасқан. Бірінші этаждың жартысында номер және асхана орналасқан. Ал астыңғы подвалда бізде ем алатын процедуралар орналасқан. Қараңыздар, бағана айттым мен сіздерге, заңғар шипажайы жалпы 3 қабаттан тұрады. Біз 3-ші қабатқа келдік. 3-ші қабатта бізде тоже люкс, полулюкс номерлер. Мына жерде біреуін көрейік, жүріңіздер. Мына бізде люкс номері, мына жақта отдельно өзінің демалатын орны бар. Болмаса кішкентай бала жататын болса, 5 жасар, 10 жасар, 15 жасар, сондай арнайы номерлер беріледі. Теледидар және мұзайтқыш және де кондиционер бізде. Мына жақта бізде әжетханасы бар. Мына жерде бізде бағанадай спальня дейді ғой, яғни жататын бөлме, жатын бөлмесі бізде осы жерде орналасқан. Бөлме өте тап-таза, сүлгі, халат барлығы береді. Қыста жып-жылы, жазда сап-салқын. Бизнес түрінде қарайтын болсаңыздар, егерде бағанадай шипажай ашу немесе шипажай бизнесін жүргізу форматта, егерде сіздер бизнес форматына қарайтын болсаңыздар, бұл жаман бизнес емес. Жаман бизнес емес. Және де мен ойлаймын, ол Сарыағаш қаласында шипажай ашатын болсаңыздар, тіпті жақсы ақша табуға болады. Және де бұл халал. Яғни халал деген нәрсе таза ақша табуға болады. Нақты цифрларын айтпай қойып, нақты цифрларын мүмкін сіздерге кейін дальнейший видеоларда айтатын боламыз. Олжас, дұрыс па? Айтамыз ба? Кейін? Екі ай айтамыз ба? Так, бүгін видеода біз тұтынушы ретінде, клиенттің көзімен қарайық, кейін өзіміздің, яғни кәсіпкер ретінде, бизнесмен ретінде көрсететін боламыз. Даже қараңғы болып кетті, ме? Жалпы YouTube негізі видео түсіру өте қиын, оңай емес, достар. Бұл видеоның барлығы мен не үшін түсіріп жатырмын? Сіздерге біздің проекттердің бәрін көрсін деп жатырмын. Және де мен мынандай ойлап жатырмын, құда қаласа YouTube-та проекттерден бөлек мен лайфстайл деңгейде түсірсем ба деп жатырмын. Яғни лайфстайл деңгейде ол өзімнің мысалы автокөлігім бар, Mercedes, соны түсіріп, оның плюстер минустарын да айтсам ба деп жатырмын. Соған қалай ойлайсыздар сіздер? Егерде не только біздің проекттерді лайфстайл форматта түсірсем, сіздерге ол ұнайтын ба еді? Өйткені құда қаласа мүмкін біз жуырда Rolls-Royce алып қаламыз. Дұрыс олжас? Ауменде. Де? Шүнже, так. Осындай жалпы. Енді андай сөз байлығын тозып қалды, мына жерде айтатын, поэтому сіздермен сөйлесіп отырып, осындай емін еркін форматта түсірейін деген. Жалпы достар, рахмет сіздерге заңғар шипажайын ішін сыртын түсірейін деп көрсеттім. Жалпы бұл жерде бізде 30-дан астам жұмысшы жұмыс істейді. 1,5 жылдай бізде тәжірибеміз болды заңғар шипажайында. Қазір таңда тағы да бір жаңалық айтып кетейін. Бұл заңғар шипажайы үкімет бағдарламаларымен бірге серіктес болып, мүмкіндік шектеулі жандарға, Шымкент қаласындағы, яғни мүмкіндік шектеулі жандарға тегін абсолютті қызмет көрсетуге дайын. Сол себепті достарыңыз, туысқандарыңыз, бауырларыңыз болса, осы видеоны жіберсеңіздер болады. Бағанада мүмкіндік шектеу жандарды біз күтеміз және де абсолютті тегін қызмет көрсетуге дайынбыз. Сіздермен болған Тұран Абжанов, мен ойлаймын осындай видео ұнатты. Видео ұнаса міндетті түрде лайк қойыңыздар және де комментарий жазып кетіңіздер. Ең қызық, ең күшті комментарий жазған адамға менен жеке бонус болатын болады. Сондықтан да сәттілік.